Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі өтетін тақырып гамма до мажор және оның түрлері. Музыкадағы гамма деген не? Жалпы үш түрін қарастыратын болсақ, бірінші ол музыкалық негіз. Жалпы гамма музыкадағы дыбыстардың белгілі бір ретпен орналасуы, ол музыкалық шығармалардың негізін құрайды. Ал келесі ол дыбыс қатары. Дыбыс қатарында жалпы гамма дыбыстары төменнен жоғарыға қарай немесе жоғарыдан төмен қарай белгілі бір интервалдық қатынаста орналасады. Келесі ол ладтық анықтамасы. Әр гамманың өзіне тән лады, яғни мажор және минор түрі болады. Ол музыкаға эмоционалдық реңк береді. Қазір бұны жалпы қарастыратын боламыз, минор және мажор гаммасын. Келесі бізде до мажор гаммасы және негізгі түсініктер. Жалпы ең қарапайым гамма бұл музыкада до мажор гаммасы. До мажор гаммасы музыка теориясындағы ең негізгі және оңай меңгерілетін гаммалардың бірі. Ол кез келген диездерсіз, яғни таза дыбыстармен, диездерсіз және бемольдарсыз тек ақ пернелерден тұрады. Ал бастапқы нүкте көптеген музыканттар, жалпы композиторлар үшін до мажор гаммасы музыкалық білімнің бастапқы нүктесі болып табылады. До мажор гаммасының құрылымы. Жалпы музыкада 7 нота бар, бірақ гаммада 8 нота, яғни бастапқы до дыбысынан келесі октавадағы до дыбысына дейінгі қатарды айтамыз. Бұл құрылымда дыбыс арасындағы интервалдар реті, яғни әр нотаның өзінің бір айтылымдары бар, бір тон, жарты тон деген секілді. Келесі гамманы ойнау және тыңдау. Бізде бірінші әрине бұл практикалық дағдылар, яғни гамманың өзін аспапта ойнау. Пианинода немесе басқа музыкалық аспапта до мажор гаммасын ойнау әуенді түсінуге және сонымен қатар дыбыстарды есту қабілеттерін дамытуға көмектеседі. Келесі есту қабілеті. Осы гамманы тыңдау арқылы музыкалық интонацияны және әр дыбыстың бір-бірімен үйлесімділігін сезінуге болады. Бастапқы тақырыпта айта кеткендей, ладтық түрдің толық айтатын болсам, бірінші ол до мажор ладтық түрі, яғни мажор түрі. Бұл қысқаша айтқанда ашық және жарқын. До мажор гаммасының негізгі түрі бұл мажор лады. Ол көңілді, жарқын және позитивті дыбысталады. Көптеген әндер мен классикалық шығармалар мажор ладында жазылған. Яғни айтқанда әнұран және балалар әндерінде жиі кездеседі. Келесі минор түрі, қайғылы және мұңды. Кез келген мажор гаммасының өзіндік минор лады болады. До мажордың параллель миноры ля минор. Минор лады әдетте мұңды, қайғылы немесе ойлы көңіл күйді білдіреді. Минор дыбысы бұл нәзік және терең. Қолданылуы балаларда, лирикалық шығармаларда, фильм саундтректерінде көп кездеседі. Нота түрінде бұл осылай жазылады: до мажор, ля минор. Бұл жерде міне до бастапқы дыбыстан келесі доға дейін 8 нота және дәл сол лядан ляға дейінгі дыбыс аралығы. Және осыны мен қазір сіздерге фортепиано аспабында ойнап беретін боламын. До мажор гаммасы. Келесі ля минор гаммасы. Келесі гамманың практикалық қолданылуы. Бұл қолданылудың 3 түрі бар. Бірінші бұл композиция. Композиторлар әуендер мен гармониялар құру үшін гаммаларды негіз ретінде пайдаланады. До мажордың қарапайымдылығы жаңа бастаған композиторлар үшін тамаша құрал болып табылады. Импровизация. Музыканттар импровизация кезінде гаммаларды қолданып, әуендер мен сололар жасайды. До мажор гаммасының ашық дыбысы джаз, блюз және рок музыкасында кеңінен қолданылады. Үшінші түрі бұл ән айту. Вокалистер дауыс жаттығулармен ән айту кезінде гаммаларды қолданып, дауыстарын жаттықтырып, яғни және интонация мен дыбыстың тазалығын жетілдіреді. Соңғысы бұл қорытынды. Осы тақырыпты жалпы қорытындылайтын болсақ, жаңа айтып өткендей, бұл
негізгі құрылым есте сақтау керек. Гамма дыбыстарының бұл реттілігі. Келесі до мажор. Ең қарапайым және ашық гамма. Ал мажордың өзі көңілді және жарқын дыбыс. Ал минор бұл мұңды және ойлы дыбыс. Келесі соңғысы бұл кең қолданыстағы түрі композиция мен импровизацияда маңызды болып келеді. Осымен сабағымыз аяқталды. Түсінікті болды деген ойдамын. Сау болыңыздар.